саламатсыздар ма? Үкім жарияланады. Қазақстан Республикасының атынан үкім 2025 жылғы 5 маусым Талдықорған қаласы. Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты құрамында төрағалық етуші судья Жанұзақов, сот мәжілісінің хатшысы Файз Рахманованың, мемлекеттік айыптаушылар Қорақбаев және Сәрсенбайдың, жәбірленушілер Нурумов, Бишембиева, Кадированың, жәбірленушінің өкілдері адвокаттар Миязов, Мұстапаев, Ажигалиеваның, заң кеңесшісі Шекеевтің, сотталушылар Тоқтаубаев, Шынасыл, Сакиев, Белғожаев, Әскентай, Ильясов, Қалиахмет Исқақтың, сотталушылардың қорғаушылары Жунусов, Жунусова, Еспергенова, Абилдаева, Кемелбекова, Байлхан, Сейдепасова, Сарманова және адвокаттар Бабажанова, Баймуханова, Абенов, Болимбаев, Ержанов, Садибеков, Килибаев, Орынбаева, Кабылов, Мырқасынбаевтың, кәмелетке толмаған сотталушы Ысқақтың заңды өкілдері Отарбаева және Отарбаевтың, аудармашы Тоқтабаянованың, сот приставтары Макулов, Жұмасыл, Байдәулетовтың қатысуларымен ашық сот мәжілісінде аудио-бейне жазуды қолданып қылмыстық істі қарады. Ол бойынша Абзал Нұрғалиұлы Шынасыл 2000 жылғы 24 мамырда Алматы қаласында туылған, бойдақ, орта білімі бар, жұмыссыз, тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы Асанқайғы көшесі 62 үй. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі, бұдан ары қылмыстық кодекс 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен, 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен, 293 бабының 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Равиль Магомедович Сакиев 1998 жылғы 24 шілдеде Алматы облысында туылған, бойдақ, орта білімі бар, жұмыссыз, тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Рысқұлов ауылы Бокин көшесі 67 үй. Қазақ қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен, 293 бабының 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Шыңғыс Айдосұлы Белғожаев 2000 жылғы 24 қазанда Алматы облысында туылған, бойдақ, орта білімі бар, жұмыссыз, тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Рысқұлов ауылы Рипин көшесі 9 үй. Қылмыстық кодекстің 293 бабы 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Дархан Баялханұлы Әскентай 1993 жылғы 11 қаңтарда Жетісу облысында туылған, бойдақ, орта білімі бар, жұмыссыз, тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы Байкальская көшесі 27 үй 2 пәтер. Қылмыстық кодекстің 293 бабы 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов 1998 жылғы 18 тамызда Алматы облысында туылған, бойдақ, орта білімі бар, жұмыссыз. 2024 жылғы 4 сәуірде Алматы облысы Талғар ауданы сотының үкімімен қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің 5 тармағымен, 293 бабы 2 бөлігінің 1-3 тармақтарымен 2 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу жазасына сотты болған. Тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Рысқұлов ауылы Бокин көшесі 3 үй. Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев 1996 жылғы 19 сәуірде Шығыс Қазақстан облысында туылған, жанұялы, орта білімі бар, жұмыссыз, тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Рысқұлов ауылы Бокин көшесі 7 үй. Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Дидар Еркінұлы Қалиахмет 1998 жылғы 8 мамырда Алматы облысында туылған, некеде бар, орта білімі бар, жұмыссыз, тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Талғар қаласы Асфендияров көшесі 32 үй. Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаев 2000 жылғы 12 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысында туылған, некеде бар, орта білімі бар, жұмыссыз. 2024 жылғы 17 қазандағы Алматы облысы Талғар аудандық сотының үкімімен қылмыстық кодексінің 106 бабы 2 бөлігінің 7 тармағымен 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасына сотты болған. Тұрғылықты мекенжайы Алматы облысы Талғар ауданы Рысқұлов ауылы Бокин көшесі 7 үй. Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігі 188 бабының 1 бөлігімен айыпталып сотқа берілген. Думан Қайдарұлы Ысқақ 2007 жылғы 11 қыркүйекте Алматы облысында туылған, бойдақ, аяқталмаған орта білімі бар, тұрғылықты мекенжайы Талғар ауданы Рысқұлов ауылы Береговай көшесі 1 үй. Қылмыстық кодекстің 434 бабымен айыпталып сотқа берілген. Сот үкім етті.
Абзал Нұрғалиұлы Шынасыл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығын айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Абзал Нұрғалиұлы Шынасылға түпкілікті 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Шынасылға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Шынасылдың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Равиль Магомедович Сакиев қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Равиль Магомедович Сакиевке түпкілікті 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Сакиевке жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Сакиевтің 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаев қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 188 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 188 бабының 1 бөлігімен 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 3, 6 бөліктеріне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 17 қазандағы үкімімен Тоқтаубаевқа қылмыстық кодекстің 106 бабы 2 бөлігінің 7 тармағымен тағайындалған 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевқа түпкілікті 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Тоқтаубаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Тоқтаубаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Шыңғыс Айдосұлы Белгожаев қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Белгожаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын.
Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Белгожаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Дархан Баялханұлы Аскентай Қазақ қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Аскентайға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Аскентайдың 2024 жылы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 60 бабының 1 бөлігіне 61 бабына сәйкес үкімдердің жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 4 сәуірдегі үкімімен Ильясовқа қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің 5 тармағы мен 293 бабы 2 бөлігінің 1-3 тармақтармен тағайындалған 2 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясовқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ильясовқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Ильясовтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Тоқтаубаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Тоқтаубаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Дидар Еркінұлы Қалиахмет Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Қалиахметке жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Қалиахметтің 2024 жылғы 17 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Думан Қайдарұлы Ысқақ Қылмыстық кодекстің 434 бабымен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ысқаққа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын.
Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 3 тармағына сәйкес Ысқақтың 2024 жылғы 13 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні, қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 2 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Азаматтық талап қоюшылар Нұрумов, Бишімбиева және Кадированың моральдық зиян мен мүліктік залалды өндіру туралы талап арызы ішінара қанағаттандырылсын. Жауапкер Абзал Нұрғалиұлы Шынасылдан талап қоюшылар Қаржаубай Полатович Нұрумов, Гүлбара Асыпбековна Бишімбиева және Жұмабике Жолдасовна Кадированың әрқайсының пайдасына 20 миллион теңгеден моральдық зиян мемлекет кірісіне 1981 теңге баж салығы өндірілсін. Жауапкер Равиль Магомедович Сакиевтен талап қоюшылар Қаржаубай Полатович Нұрумов және Жұмабике Жолдасовна Кадированың әрқайсының пайдасына 15 миллион теңгеден моральдық зиян мемлекет кірісіне 1981 теңге баж салығы өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгіжаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалияхмет, Равиль Магомедович Сакиев және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Гүлбара Асыпбековна Бишімбиеваның пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгіжаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалияхмет және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Қаржаубай Полатович Нұрумовтың пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян өндірілсін. Жауапкерлер Шыңғыс Айдосұлы Белгіжаев, Дархан Баялханұлы Аскентай, Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов, Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев, Дидар Еркінұлы Қалияхмет және Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевтан ортақ тәртіппен Жұмабике Жолдасовна Кадированың пайдасына 10 миллион теңге моральдық зиян мемлекет кірісіне үлестік тәртіппен 330 теңге баж салығы өндірілсін. Тоқтаубаев, Шынасыл, Сакиев, Белгіжаев, Аскентай, Ильясов және Қалияхметке қылмыспен келтірілген моральдық зиянды өндіру туралы азаматтық талап бойынша өз еркімен орындау мерзімі 2 ай деп белгіленсін. Үкімде көрсетілген мерзім өткеннен кейін сот актісі азаматтық талап бөлігінде мәжбүрлі түрде орындалсын. Азаматтық талап қоюшылар Нұрумов, Бишімбиева және Кадироваға мүліктік зиянды өндіру туралы талап арызымен азаматтық тәртіпте сотқа жүгіну құқығы түсіндірілсін. Қылмыстық іс бойынша сот сараптамаларын жүргізуге жұмсалған жалпы 48.289 теңге процесс шығындар сотталушылар Шынасыл, Тоқтаубаев, Сакиев, Белгіжаев, Аскентай және Ильястың әрқайсынан 6036 теңгеден, Азамат Тоқтаубаевтан 3553 теңге, Қалияхметтен 5196 теңге және кәмелетке толмаған сотталған Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевтан 3324 теңге мемлекет кірісіне өндірілсін. 1.571.297 теңге 57 тиын процесстік шығындар мемлекет есебіне қабылдансын. Жәбірленушілерге өтемақы қорына сотталғандар Шынасыл және Сакиевтің әрқайсынан 110.760 теңгеден, Азамат Тоқтаубаевтан 4840 теңге, Тоқтаубаев, Белгіжаев, Аскентай, Ильясов және Қалияхметтің әрқайсынан 73840 теңгеден және Ысқақтың заңды өкілі Отарбаевтан 73840 теңге мәжбүрлі төлем өндірілсін. Үкім заңды күшіне енгеннен кейін Алматы облысы полиция департаментінің Талғар аудандық полиция басқармасының аяқ заттар сақтау камерасындағы заттай дәлелдемелер, оқиға болған жерді қарап тексеру барысында анықталған қанға ұқсас дақтардың 3 дана сүртіндісі, Полаттың кофтасы, спорттық шалбары, футболкасы, спорттық аяқ киімі, носки ішкі киімі және 2 қолын тырнақ кесінділері, Ильястың жеңіл шолақ курткасы, спорттық трикосы, костюмы, Сакиевтің кофтасы, курткасы, спорттық трикосы, аяқ киімі, Шынасылдың кофтасы, курткасы, трикосы, Тоқтаубаевтың джинсы шалбары, курткасы, кофтасы, Азамат Тоқтаубаевтың шалбары, футболкасы, жеңіл шолақ курткасы, Аскентайдың жемпірі, спорттық шалбары, Белғожаевтың кепкасы, жемпірі, шалбары, жеңіл шолақ курткасы, аяқ киімі, Ильясов, Сакиев, Тоқтаубаев, Шынасыл, Тоқтаубаев, Нұрбол, Аскентай, Белғожаев, Рузбакиев, Ысқақ, Қалияхмет, Қазакеновтың жәбірленушілер Полат, Нұрумов, Гайпаев, Махмет, Бишімбиева, Куаляр, Нұрбекова, Жақсыгелді, Абдықадыр, Мұратовтың қан үлгілері және Полаттың тері кесіндісі, Volkswagen Golf маркалы мемлекеттік номер 039
AZX05 автокөлігіне қарап тексеру барысында алынған 3 дана тас, Хортица маркалы ішімдік бөтелкесі және кружка свежа маркалы сыраның банкасы оқиға болған жерді қарап тексеру барысында Қамажай дүкенінің есігінен алынған 2 дана ДНК биоқұрамы, 16 калибрлі гильзадан алынған ДНК биоқұрамы, Белгожаевтың аяқтарын сол жерде тексеру және нақтылау тергеу әрекеттері барысында алынған 16 калибрлі тегіс ұңғылы аңшылық мылтығынан алынған ДНК биоқұрамы, Белгожаевтың қатысуымен Талғар Береке тас жолын қарап тексеру барысында алынған жиналмалы пышақ, Талғар Береке тас жолын қарап тексеру барысында алынған пышақ, Volkswagen Golf маркалы мемлекеттік тіркеу номері 039 EZX05 автокөлігін қарап тексеру барысында алынған пышақ, Шынасылдың аяқтарын сол жерде тексеру және нақтылау барысында алынған пышақ, Нұрымовтың аяқтарын сол жерде тексеру және нақтылау барысында алынған пышақ. Жәбірленушілер Бишембиева, Нұрымов, Гайпаев, сотталғандар Тоқтаубаев Нұрбол, Аскентай, Сакиев, Ильясов, Белгожаев, Шынасыл және Қалиахмет, Ысқақ, Куалар, Рузбакиев, Қалиахмет, Жақсыгелді, Абдыкадыров, Мұрат, Нұрбекованың буккальды эпителий үлгілері оқиға болған жерді қарап тексеру барысында 16 калибрлі 1 дана гильза, Алматы облысы полиция департаменті тылмен қамтамасыз ету басқармасының қару-жарақ сақтау қоймасына сақталып жатқан Белгожаевтың қатысуымен жүргізілген аяқтарды сол жерде тексеру және нақтылау тергеу әрекеттері барысында алынған 16 калибрлі тегіс 1 ұңғылы аңшылық мылтық, 8 дана металл фрагменттері жойылсын. Қамажай дүкенінің бейне бақылау камераларының Anitec маркалы жаднамасы, Тоқтаубаевқа тиесілі Samsung Galaxy A21 маркалы ұялы телефон, Белгожаевқа тиесілі iPhone 13 Pro маркалы ұялы телефон, Қалиахметке тиесілі iPhone XR маркалы ұялы телефон, Аскентайға тиесілі Samsung Galaxy A13 маркалы ұялы телефон, Тоқтаубаевқа тиесілі Samsung Galaxy A24 маркалы ұялы телефон, Шынасылға тиесілі iPhone 12 маркалы ұялы телефон, Ильясовқа тиесілі iPhone 14 маркалы ұялы телефон, Toyota Land Cruiser Prado маркалы мемлекеттік тіркеу номері 550 ARE05 автокөлігінің бейне регистраторы иелеріне қайтарылсын. Қолхат арқылы сақтаудағы Гайпаевқа тиесілі Samsung A51 маркалы, Махметтің iPhone 14 маркалы, Асқарбектің iPhone 11 маркалы, Жақсыгелдің Samsung A23 маркалы, Қазыкеновтың iPhone 15 Pro маркалы, Махметтің iPhone 14 маркалы, Нұрбекованың iPhone 15 Pro маркалы, Рузбакиевтің iPhone XR маркалы, Ысқақтың Samsung A32 маркалы, Тюкавкинаның iPhone 11 маркалы ұялы телефондары сақтауға алынған тұлғаларда қалдырылсын. Олар сақтау міндеттерінен босатылсын. iPhone 12 Pro Max ұялы телефонның бейне камерасына түсірілген 35 секундтық бейне жазба жазылған. Mobile Telecom Service жауапкершілігі шектелген серіктестігінен алынған абоненттік нөмірлердің кіріс-шығыс байланыс ақпараттары жазылған. Добрый дүкенінен алынған бейне жазбалары жазылған. Каспий банк акционерлік қоғам Нұрымовтың есеп шотының мәліметтері жазылған. Каспий банк акционерлік қоғамынан Кадированың есеп шотының мәліметтері жазылған және жауап алу, беттестіру, айғақтарын сол жерде тексеру және нақтылау жасырын тергеу әрекеттері жазылған. 94 компакт дисктер қылмыстық құжаттарымен бірге сақталсын. Күзетпен ұсталған сотталғандар үкімнің көшірмесін алған күннен бастап 15 тәулік ішінде, ал сот мәжілісіне қатысқандар үкім жария етілген күннен бастап белгіленген мерзім ішінде Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты арқылы Алматы облыстық сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасына шағым немесе прокурор өтініш хатын келтіруге құқылы. Жекеше қаулым жарияланады. Жекеше қаулы 2025 жылғы 5 маусым Талдықорған қаласы сот сол құрамда қаулы етті. Рузбакиев, Қазакенов, Жақсыгелді, Нұрбекова қатысты тексеру жүргізу қажеттілігі туралы Алматы облысының прокурорының назары аударылсын. Жекеше қаулыны қарау және қолданылған шараларды нәтижесі туралы Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотына
1 айдан кештірмей хабарлансын. Бас бостандығынан айыруға сотталғандар қаулының көшірмесін алған күннен бастап 15 тәулік ішінде, ал сот мәжілісіне қатысқандар қаулы жария етілген күннен бастап белгіленген мерзім ішінде Алматы облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты арқылы Алматы облысы сотының қылмыстық істер жөніндегі апелляциялық алқасына шағым немесе прокурор өтініш хатын келтіруге құқылы. Отыруларыңызды сұраймын. Сот үкімді түсіндіреді. Сот барлық ұсынылған дәлелдемелерді зерттеп, сотталушылардың тағылған айып бойынша кінәлары толық дәлелденген деген тұжырымға келеді. Жәбірленушілердің, куәлардың айғақтары, оқиға орнынан алынған бейнежазбалары бар, заттай дәлелдемелер алынған, қажетті сараптамалардың барлығы өткізілген. Олардың шынайылығында күмән жоқ. Бұл дәлелдемелер сотталушылардың әрқайсының әрекеттерін айқын анықтауға мүмкіндік береді. Шынасылдың нақты Шерзат Полатқа оның өліміне алып келген пышақ жарақатын келтіргені медициналық криминалистік сараптама қорытындысымен бекітілген. Сараптама Шынасылдан алынған пышақ пен пышақ жүзінің сипаттамасына байланысты жарақат келтірілгенін көрсетті. Пышақ Шынасыл көрсеткен жерден тергеу кезінде көрсетілген жерден алынған. Тергеу кезінде Шынасыл кінәсін мойындап айғақ берген. Осы орайда басқа сотталушылардың әрекеттері салдарынан Шерзат Полатқа жеңіл дәрежелі зиян келтірілген. Бұл да сараптама қорытындысымен расталған. Заң бойынша адам өлтіруді адамдар тобымен жасалған деп, егер ол екі немесе одан да көп тұлғалардың бірлесіп жасаған әрекеттермен жасалған кезде танылады. Жоғарыда айтқанымдай, өлімнің себебі бір пышақ соққысынан болған және оны Шынасыл жасаған. Сәйкесінше, ол адам өлтіру бойынша кінәлі деп танылды. Бұзақылық заң бойынша барынша арсыздықпен ерекшеленетін, күш қолданумен, соның ішінде жеңіл дәрежелі денсаулыққа зиян келтірумен ұштасқан, қоғамдық тәртіпті аса қатыгездікпен бұзу болып танылады. Сондықтан жәбірленушілердің денсаулығына, соның ішінде Полаттың жеңіл дәрежелі зиян келтірген сотталушылардың әрекеттері бұзақылық ретінде сараланған. Шерзат Полатқа соққылар келтірген Белғожаев пен Ильясовтың қолдарында пышақ және оқталған мылтық болғанын ескеру қажет. Яғни олар жәбірленушіні сол пышақтың жүзімен ұрып және мылтықпен атуға мүмкіндіктері болған, бірақ олар пышақтың сабымен және мылтықтың түбімен ұрған. Жаза тағайындау кезінде сот қылмыстық кодекстің 53-ші бабында қаралған жеңілдететін мән-жайларды тек Азамат және Нұрбол Тоқтаубаевтарда, Қали Ахметте, оларда жас балалардың болуына байланысты және Ысқақтың кәмелетке толмағанын ескерді. Сондай-ақ барлық сотталушыларда кәмелетке толмағаннан басқа ауырлататын мән-жай ретінде алкогольден масан күйді болуы танылған. Сонымен қатар сотталушылардың жеке басын, олардың бір бөлігін бұрын сотты болғанын ескерді. Атап айтқанда, Азамат Тоқтаубаев пен Нұрқиясов Ильясовке бұрынғы соттылықтардың өтелмеген жазаларын ескеріп, 15 және 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Бұл мерзімдер жоғары шегіне жақын. Бұзақылық бойынша басқа кінәлілерге заңмен белгіленген жоғары мерзімдер 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Келтірілген моральдық зиянды өтеу үшін жақын туыстарының көзінше аса ауыр қылмыс жасағанын ескеріп, Шынасылдан 60 миллион теңге, Сакиевтен 30 миллион теңге өндірілді. Басқа сотталғандар мен Сакиевтен бұзақылық жасаған үшін бірлесіп 30 миллион теңге өндірілді. Жәбірленушілер кәмелетке толмаған Ысқаққа қатысты азаматтық талап келтірмеген. Бұдан бөлік сот пен куәлар Жақсыгелді, Нұрбекова, Қазыкенов, Рузбакиевтің әрекеттерінде болуы мүмкін қылмыс құрамына прокурордың назарын аудару туралы жекеше қаулы шығарылды. Олардың кінәсінің дәрежесін құқық қорғау органдары анықтауы қажет. Аталған сот талқылауы бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінің қатысуымен толық
ашық және мөлдір өткенін атап кету қажет. Барлық сот отырыстары жұртшылық тарапынан жоғары назар аудару жағдайында тікелей эфирде көрсетілді. Бұған қарамастан, сот тек қана заң нормаларына және әділдік принципін басшылыққа ала отырып, бейтараптылықты ұстанды. Соттың тәуелсіздігі және құқық үстемдігі, сот төрелігінің негізі және ешқандай да бір сыртқы мән-жайлар бұл ұстанымнан тайдыра алмайды. Соттың шешімі істі жан-жақты толық және объективті қарауға негізделген, әрі заңдылықтың және әділеттіктің талаптарына жауап береді. Жасаған қылмысы үшін кінәлі жазадан бұлтармайды. Өйткені заң мен тәртіп тек қана осындай жолмен қамтамасыз етіледі. Сот отырысы жабық деп жарияланады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.